Әлемдегі ең бай әйелдердің бірі Джоан Роулингті барлығыңыз танитын шығарсыздар. Сол кісінің мынандай бір керемет сөзі бар. Егер сіз кітап оқуды ұнатпайтын болсаңыз, демек өзіңізге керек кітапты әлі таппағансыз дейді. Бірақ қазіргі деректерге қарап отырсам, тұтас Қазақстан халқы өзіне керекті кітабын әлі таба алмай жүрген сияқты. Себебі халықаралық PISA зерттеулеріне сүйенетін болсақ, Қазақстан әлемнің 81 елінің ішінде кітап оқу деңгейі бойынша тек 61-ші ғана орында екен. Бұл негізінен өте төмен көрсеткіш. Тіпті кітап оқу жастар арасында трендке айналып келе жатыр деген фактіні ескертсек те, әлі де кітап дүкендерінде байқайтыным шетел әдебиетіне көбірек басымдық беріп жатады. Бұл неге олай болды, бұл қалай болды, бұған қалай келдік деген сұрақтар туындайды еріксіз. Себебі біз барлығымыз айтамыз, қазақтар өте керемет, өте бай, әдебиет мұрамыз қандай бай деп айтсақ та, сол байлықты өзіміз тұтына алмай